Химия есептерін нөлден бастап үйренгіңіз келсе, менің арнама жазылыңыз. Сонымен қатар ұбт-да 100% 40 балл алғыңыз келсе, онда дәл менің каналыма дұрыс келдіңіз. Және менің арнамдағы әрбір видеоны өте жіті қарайтын болсаңыз, сіз міндетті түрде өте жоғары балл аласыз. Сонымен қатар реалдық білімді ауызша айта алатын деңгейге жетесіз. Өйткені мен ешқандай затты жаттауға кеңес бермеймін. Тек қана түсініп алғаныңызды қалаймын. Бүгін мен алдыңғы сабақтың жалғасы, яғни тест талдаудың жалғасын көрсетемін. Яғни бүгін біз сәл-пәл теориялық жағынан қарайтын боламыз. Бірінші сұрағымыз бұл молекулалық формуласы, яғни С4H8O2 осындай органикалық қосылыс берілген, яғни оның барлық изомерлерінің саны деп айтылған. Яғни бұл тест сұрағы. Мұндай сұрақтар өте жиі кездеседі. Мысалы, бұны білу үшін өте қарапайым лайфхак айтайын. Бірден көміртек санына қарайтын боламыз. Яғни бұл жерде С4 деп басталған. Яғни көміртек санына байланысты изомерлер саны С4 болатын болса, яғни бұл жерде көміртек саны 4 дегенді білдіреді. Демек, изомер саны бір санға кем болады. Яғни изомер саны бұл жерде 3 бола алады екен, максимум. 4 изомер бола алмайды. Тесттің жауабы 3 болады екен. Яғни өйткені көміртек саны 4 болып тұр мына жерде формула бойынша, ал изомер саны бұл жерде 3 болады екен. Екінші сұрағымыз, хлор осы топтағы заттардың барлығымен әрекеттеседі дейді. Варианттармен жұмыс жасайтын боламыз. Бірінші А вариантын қарайық. А вариантында H2 дейді. Әрине H2 мен әрекеттеседі. H2 мен әрекеттесіп, H хлор өзімізге белгілі өте күшті қышқыл түзіледі. Яғни ондай вариант дұрыс. H2 деген дұрыс. Одан кейін H2-ның қасында калий OH деп тұр. Калий OH пен хлор әрекеттеседі. Калий хлориді және OH бұл H2O түзеді екен. Калий бізде біреу, хлор екеу, алдына 2 қоямыз. Калий 2 болды 2. Сутегіміз 2, оттегіміз 2, алдына 2 қоямыз. Сутег 4 болды. Калийіміз 4, хлорымыз 4 болғандықтан мына жерге алдына 2 қоямыз. Сонда реакция теңесті. Яғни бұл жерде әрекеттеседі. Одан кейін С2H4. С2H4 плюс хлор 2. Яғни мұндай қосылыстар бар. Келесі В вариантын қарайтын болсақ, CH4 пен әрекеттеседі. Тура осы органика сияқты. Яғни дұрыс ол. O2 осы жерде қарау керек. Яғни O2, хлор 2 дегендер өте күшті тотықтырғыштар. Яғни олар бір-бірімен әрекеттеспейді. Оттегімен әрекеттеспейді. Яғни хлордың оттекті қосылысы жоқ. Сондықтан да бұл жерде уже яғни В варианты уже дұрыс емес екендігін көруге болады. Сондықтан да В вариантын сызып тастаймыз. Өйткені құрамында осы қосылыстардың ішінде оттегі бар. Біреуі сәйкес келмесе болды, уже ол вариант дұрыс емес. С вариантында алюминиймен әрекеттеседі. Алюминий хлор 3 деп тұр. Бұл жерде хлор 3. Яғни өз-өзімен әрекеттеспейді заттар. Мысалы, хлор мен хлор деген сияқты. Бұл жерде алюминий хлориді мен хлор ешқашан әрекеттеспейді. Яғни анада да хлор, мынада да хлор болмайды. Яғни бұл вариантта сызып тастаймыз хлор болғандықтан. Одан кейін Д вариантында оттегімен әрекеттеспейді. Бірінші қосылысы уже оттек болып тұр, сызып тастаймыз. Яғни оттегімен әрекеттеспейді. Өйткені күшті тотықтырғыштар бір-бірімен әрекеттеспейді екен. Одан кейін Е вариантында темірмен әрекеттеседі. Және бұл жерде оттегісі тұр. Әрине бұны да сызып тастаймыз. Сол кезде бізде дұрыс жауабы А жауабы екен. Келесі қышқылдық қасиеті нашар білінетін қосылыс дейді. Бұл жерде әрине Менделеев кестесі өте керек, өйткені Менделеев кестесі арқылы біз элементтердің қасиеттерін түсінгендіктен, бұл жерде сол элементтердің қосылыстарының қасиеттері де бірдей болады екен. Мысалы, бұл жерде қышқылдық қасиет деп тұр. Қышқылдық қасиетті біз фтормен салыстырсақ болады, өйткені ең күшті қышқылдық қасиет фторға тең, өйткені бұның электр терістілігі 4-ге тең дедік. Және біз топ бойынша, мысалы, осы 7-ші топты айтсақ,
төменнен жоғары қарай әрине бұның қышқылдық қасиеті артады, өйткені электр терістілігі артып отыр. Ең күштісі фтор болса 4 болса, 4-тен кейін хлор 3,5, бром одан да төмен саны былай. Сондықтан да ең күшті қышқылдық фтор, яғни былай период бойынша да қарағанда фторға дейін азайып отырады екен. Яғни фтор 4 болса, мынау оттегі 3,5, азот 3, 2,5 деген сияқты былай электр терістілігі төмендеп отырады. Яғни солай біз уже қасиеттері, қосылыстарының да қасиеттері дәл солай болатындығын түсінуге болады. Бұл жерде варианттары: фосфордың қосылысы беріліпті, фосфор берілген, сүрма берілген, азот және мышьяк берілген. Яғни мына жерде 5-ші топтың қосылыстары берілген екен. Бұл жерде екі түрлі фосфор қосылысы берілген. Қышқылдық қасиеті нашар болғандықтан бізде осы топ бойынша ең астыңғы орналасқан элементті таңдаймыз. Өйткені топ бойынша төменнен жоғары қарай біз қышқылдық қасиеті көбейеді деп айттық. Яғни бұл жерде ең астында орналасқан әрине бұл сүрма болады екен. Сүрма, яғни бұл жерде қышқылдық қасиет ең күшті, сонда азот болады екен. Азоттың қышқылдары күшті, одан әлсіздеуі фосфордың қосылыстары, одан әлсіздеуі мышьяктың қосылыстары, ал ең әлсізі сүрма болып тұр екен. Сонда бұл жерде сүрма деген, яғни А варианты H3 сүрма O4. Бұл жерде яғни қышқылдық қасиеті нашар болады. Ал қышқылдық қасиеті өте күшті болатын әрине бұл азот болады. Өйткені төменнен жоғары қарай қышқылдық қасиеті артады деп айтқан болатынбыз. Яғни электр терістілігі сәйкесінше артып отыр. Тура осылай бұл жерде қасиеттеріне байланысты болса, біз Менделеев кестесін осылай іс жүзінде пайдаланатын боламыз. Өзгерістер тізбегіндегі элементті анықтау керек. E2O5, H3, EO4. Бұл жерде варианттармен жұмыс жасаймыз. Бұлардың валенттілігі тұрақты валенттілігі бар элементтер көрсетілген варианттарына, сондықтан да бұларды біз жатқа уже білуіміз керек. Мысалы, оттекті қосылысын, қышқылды қосылыстарын білуіміз керек. Мысалы, А вариантында калийдің оттекті қосылысы, калий 2O болады. Өйткені оттегі әрқашан -2 зарядты. -2 болса, мына жерге түседі. Одан кейін мына жерде элемент 2O5 деп тұр. Яғни менде калийдің оксиді калий 2O. Яғни бұл дұрыс емес деген сөз. Бізге көрсетілген вариант емес. Одан кейін кальцийдің оттегісін жазып көрейік. Оттекті қосылсын кальций O. -2 плюс 2, яғни кальций O, әшейін кальций O болады. Бізде көрсетілген сұрап тұрған оксид емес, яғни бізде сұрап тұрған элемент 2O5. Ал мынада менде кальций O, яғни мына жерде индекстері басқа. Бұл элемент емес. Одан кейін көміртегінің оттекті қосылысы CO бола алады және CO2 бола алады. 6 валентті болса, CO3 бола алады. Яғни бізде сұрап тұрған оксид емес, элемент 2O5 емес, мүлде жақындамайды. Одан кейін азот NO бола алады, NO2 бола алады. Яғни бұл жерде дұрыс емес. Одан кейін фосфордың өзі бірақ оксиді бар, P2O5. P2O5, яғни бізде сұрап тұрған өзгерістегі екінші қосылыс, яғни E2O5 дегеніміз, яғни осы P2O5, яғни фосфор оксиді, әрине сәйкесінше оның қышқылы сәйкесінше H3PO4. Осындай қышқыл түзеді екен. Фосфордың қышқылы, фосфордың оксиді. Яғни бұл жерде фосфор элементі екен, яғни өзгерістегі. Теллур, селен, күкірт қатарындағы электр терістілік. Әрине бұл жерде кестені пайдаланамыз. Бұл элементтер осы қатардағы электр терістілік қалай болады дейді. Мінекей, теллур, селен, күкірт. Біз айтқан болатынбыз, төменнен жоғары қарай артып отырады деп. Топтардың барлығында осы қасиеттер орындалады. Тек қана фтор тобында емес, барлық топта. Сондықтан да бұл жерде теллур, селен, күкірт бойынша, яғни артады электр терістілігі. Яғни әр топта осындай периодты түрде осындай қасиеттер қайталанып отырады. Мысалы,
мына топтада мысалы йод, бром, хлор бойынша артады, телур, селен, күкірт бойынша артады, сюрма, мышьяк, фосфор бойынша электротиешілік артады. Осылай барлық топтарда қасиеттері периодты түрде қайталанып отырады екен. Сондықтан да біз периодты кесте деп айтамыз. Өте көп көмек етеді осы периодты кестенің. Одан кейінгі сұрақ, үшінші периодта орналасқан S элемент дейді. Үшінші периодта орналасқан, мінекей үшінші периодта орналасқан S элемент. Варианттар бойынша қарасақ, бірінші силициум дейді. Силициум P элемент екенін қараңыз. Менікінде сары цвет P элементі деп жазылған, яғни бұл P элемент екен. Одан кейін хлор сары цветте тұр, міне сары түсте тұр. Бұл P элементі деп жазылған, міне кестеде арнайы белгілі арқылы. Одан кейін магний қызыл түсте, S, міне қызыл түсте S элементі деп менде жазылған, яғни бұл С варианты магний екені. Яғни S элементіміз осы магний екендігін көруге болады. Осылай көзбе-көз көріп, өзіңіз көз жеткізіп, осы элементтер кестесін, яғни Менделеев кестесін пайдаланып, сіз дұрыс жауапқа ие боласыз. Достар, осындай сынды тест талдау сұрақтары сізге ұнаған болса, видео астына ойыңызды білдіріп кетсеңіз болады. Келесі видеода кездескенше.